Сәлеметсіздер ме? Егер салық төлеуші камералдық бақылау нәтижесінде жолдаған хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жоймаса, немесе оларды белгіленген мерзімде және дұрыс түрде орындамаса, онда хабарлама орындалмаған деп есептеледі. Жоғары тәуекел деңгейдегі бұзушылықтарға қатысты ерекше жағдай бар. Атап айтқанда, егер салық төлеуші түсініктеме жіберсе де, ол түсініктеме талаптарға сай болмаса, мысалы қажетті құжаттар қоса берілмесе, немесе салық органы келтірілген дәлелдемелерге келіспесе, онда хабарлама орындалмаған болып есептеледі. Бұл жағдайда салық органы хабарламаның орындалмағаны түрін ресми түрде шешіммен рәсімдейді. Салық төлеушілерге мысалы мынандай тәсілдермен беріледі. Бұл пошта арқылы, тапсырыс хатпен, электрондық түрде, салық органдарының веб қосымшасы арқылы, e-gov порталы арқылы және де салық кабинеті арқылы жіберіледі. Егер сіз шешіммен келіспесеңіз, шешімді жоғары тұрған салық органына, уәкілетті органға немесе сотқа шағымдана аласыз. Шағымды беру үшін шешімді алған күннен бастап 10 жұмыс күнде беріледі. Шағымды берген кезде оның көшірмесін шешім қабылдаған салық органына міндетті түрде жіберу керек. Назарларыңызға рахмет, сіздердің МКД.